Сәлем сұлуларым, бүгін біз жаз мезгіліндегі бет күтімі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Белсенді күн сәулесі, ыстық ауа, шаң тозаң, мұның бәрі жаз мезгіліндегі біздің теріміздің тез құрғауына, тері бездерінің майды әдеттегіден көп бөліп, тері тесіктерінің бітелуіне және қарадақтар мен әжімдердің пайда болуына тез әсер етеді. Сондықтан жаз мезгілінде де бет күтіміне ерекше көңіл бөлеміз. Әдеттегідей алдымен күніне 2 рет тазалаудан бастаймыз. Тазалаудың өзі 2 кезеңнен тұрады. Яғни бірінші гидрофильді майды жағып жуынып аламыз. Сонан соң барып көбікше немесе сүтшелермен жуынамыз. Егер бет терісі майлы болса, шөп тұнбаларынан жасалған, яғни чемедақ, жалбыз, шалфейден қайнатпаларымен жуынған дұрыс. Бетті жууда тыныштандыратын және нәрлендіретін мустар мен көбікшелерді пайдалану керек. Одан соң бетті тоникпен сүртеміз. Тоник теріде қалған кірді жақсы кетіреді. Теріні сергіту үшін шөп тұнбаларының немесе көк шайдан қатырылған мұз текшелерімен сүртуге болады. Келесі кезең тонер жағамыз. Тонер теріні нәрлендіріп ылғалдандырады. Содан соң сары су, яғни сыворотка жаққан дұрыс. Сары су сіңген соң ғана жеңіл текстуралы күндізгі крем жағу керек. Құрамында жеміс қышқылы бар кремдерді пайдаланбаған жөн. Өйткені ол күн сәулесіне сезімталдықты арттырады. Егер сыртқа шығатын болсаңыз, шығардан 20 минут бұрын міндетті түрде SPF крем, яғни күннен қорғайтын крем жағыңыз. Бұлттығын болғанның өзінде де жағып жүріңіз. Кей косметологтар SPF кремді 200 сағат сайын жағуды ұсынады. Ол үшін қазір ыңғайлы спрей түріндегі SPF-тер кең қолданыста. Тональды кремнің орнына жеңіл текстуралы CC немесе BB кремін пайдаланған дұрыс. Бет терісін күні бойы ылғалдылықта ұстап тұру үшін термальды судың көмегі мол. Аптасына 1 рет үй жағдайында пилинг жасап тұрыңыз. Пилинг теріні терең тазартады. Пилингтен соң міндетті түрде крем жағыңыз. Ыстық мезгілде теріңіз құрғамау үшін суды көп ішіп, балғын жеміс жидектерді молынан тұтыныңыз. Бұл теріге қажетті А, Б, С және Е дәрумендерін беріп, ерте қартаюдың алдын алады. Жаз мезгілінде ерніңізге де көңіл бөліп, далап орнына күннен қорғайтын бальзам жағыңыз. Көзді де ұмытпаған жөн. Көз айналасындағы тері нәзік те сезімтал. Сондықтан әжім түспес үшін күннен қорғайтын көзілдірік пен бас киім киіп жүріңіз. Жазда ашық киімді көп киетіндіктен мойын және төс аймағына да көңіл бөліңіз. Күннен қорғайтын крем жағып, кешке арнайы креммен массаж жасауды әдетке айналдырыңыз. Қосымша күтім ретінде үй жағдайында маскалар жасап тұруды ұмытпаймыз. Әртүрлі тері типіне арналған күтімдер мен маскалар жөнінде арнамыздан көре аласыздар. Сондықтан келіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.